Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй алу ережесі, яғни жастарға арналған жалдамалы пәтер. Осы туралы айтатын боламыз. Қатысушылардың жасы 29 пен 35 жасқа дейін. Жалдау мерзімі 3 жыл. Және де осы 3 жылдан кейін жалға алушы жалға алған пәтерді босатуға міндетті. Келісім шартқа байланысты міндетті. Жеке баспанаңыз болмау тиіс. Әйеліңізде және өзіңізде. Астана, Алматы, Шымкент қалаларында кемінде 3 жыл тұрақты тіркелген болу керек. Мысалы, Астанада 1 жыл тұрып, 1 жыл басқа жақта қайтар Астанаға келсе 1 жыл, осы алмайды 3 жыл. Отбасы мүшелеріне тұрақты тіркеуден өту жеткілікті, мерзіміне талап жоқ. Отбасының бір мүшесінің табысы 40 АЕК-ден аспайды, яғни 138 мың теңге. 2023 жылы 1 АЕК 3450 теңгені құрайды. Мысалы, 4 адамнан тұратын отбасы үшін жалпы отбасылық табыс 552 мың теңгеден аспауы тиіс. Аспау керек 552 мыңнан. Пәтердің ай сайынғы жалдау ақысы 5 мыңнан 15 мың теңге құрайды. Ол шаршы метріне байланысты. Бағдарлама тек Астана, Алматы, Шымкент қалаларында жұмыс істейді. Жыл сайын әр қалада 1000 жаңа пәтер беріледі. Кейбірде кешіктіріп берілуі мүмкін. Ол құрылысқа байланысты. Сіздерге сәттілік тілеймін. Және маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтсеңіздер. Рахмет.